Негізінде мына көп уағыз айтылған кезде иқра деп бірінші аят түскен, біз оқуымыз керек, оқу деген үмметпіз деп көп айтылады. Бірақ негізінде дұрысы оқы деген кезде Алла тағала Құранда тек оқы деп тоқтап қалған жоқ. Сол үшін біз тек қана оқу деген үммет емеспіз. Біз Раббысының атымен оқитын үмметпіз. Біз иманменен, Аллаға деген сенімменен оқитын үмметпіз. Осыны біз жадымыздан шығармауымыз керек. Сол кезде көп проблема шешіледі. Әлемде, қоғамда дұрыс құрамыз, дұрыс жасаймыз, жетістікке дұрыс жолмен жетеміз. Бірақ өкінішке орай, жалпы соңғы кездерде мына дамушы елдерде, дамымаған елдерде оқу мәдениеті төмен. Көпшілік жастар оқымайды. Қазір әртүрлі TikTok секілді қысқа роликтерге әуестік танытып, кітап оқу мәдениеті төмен. Сондықтан қай ғасыр болмасын, қай қоғам болмасын, Алақ сүресінің бірінші аяты біздің құлағымызда жаңғырып тұру керек. Оқы, Раббыңның атымен оқы деген аят. Сол кезде біз жетістікке жетеміз.